Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі құны 63,3 миллиард теңгеге бағаланған 7000 пәтер салу келісімін жасады. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясы мемлекеттік қаражатты жұмсау комитетінің кезекті жиынында басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев мәлімдеді. Толығырақ келесі материалда. 2013-2014 жылдары іргетасы қаланып, түрлі себептермен соңы сақалды құрылысқа айналған тұрғын үйлердің мәселесі биыл шешімін табатын сыңайлы. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Бәйтерек холдингі осындай 43 күрделі нысанның құрылысын аяқтауды мойнына алып отыр. Басқарма төрағасының сөзінше, биыл шаршы метрлердің де құны қымбаттамайды деп болжануда. Аймақтарда, қалаларда алатын болсақ, орташа баға 140-130 мың теңгені бір шаршы метрге теңгені құрайды. Ал ірі қалаларда алатын болсақ, Астанада Алматы орташа бағаларымыз қазір 170-185 мыңды құрап отыр. Қуандық Бишімбаевтың айтуынша, елімізде жалпы аумағы 417,16 мың шаршы метр болатын 7208 пәтер салынбақ. Олардың ішінде 36 нысанның құрылысы биыл аяқталса, қалған 7-і 2016 жылдың соңына дейін пайдалануға берілмек. По инженерной инфраструктуре. Инженерлік инфрақұрылым жөнінде айтсақ, салынып жатқан барлық үйлердің инженерлік жүйелерін орнату үшін Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 17 миллиард теңге қарастырылды. Ол қаражаттың 6 миллиарды жергілікті атқарушы биліктің есебіне аударылды. Қостанай мен Астана өңірінен басқа аумақтарда қаражатты игеру жоспарға сай жүргізілуде. Сондай-ақ басқарма төрағасы депутаттарға мерзімі кешіктіріліп жатқан күрделі құрылыс нысандары жайлы да есеп берді. Оның айтуынша, тұрғын үйлердің кешіктіріліп тапсырылуына көбіне жергілікті атқарушы биліктің инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды уақытылы орнатпауы себеп екен. Талғат Уәли, Жаслан Шакенов, Хабар.